Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер апай. Балалар, қандай қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер? Көкпар ату, Орама тастамақ, қанталапай ойыны. Жақсы балалар. Олай болса балалар, менің қолымда не деп ойлайсыңдар? Асық. Ал менің қолымда қандай асықтар бар? Үлкен және кіші асық, біреу сиырдың асығы, біреу және төрт малдың қойдың асығы дейді балалар. Ал үлкен асықпен ойнаған ыңғайсыз болғандықтан кішкентай асық, яғни қойдың асығы екен. Қазақ халқы ата-бабамыз қойдың асықты жілігін асып, оны жақсылап үжіп, одан кейін оны жуып, кептіріп, балаларға асық ойнауға ұсынған екен. Балалар, бүгін біз сол қазақтың ұлттық ойынының бірі қанталапай ойын, асықпен ойнайтын қанталапай ойын ойнаймыз. Олай болса балалар, бұл ойынның бір ерекшелігі, бұны тек ұлдар ғана ойнамайды, ұлдар да қыздар да ойнайды екен. Көп асықтың ішінде бір асық хан асығы деп аталады екен. Ол ерекше түспен боялған, яғни қызыл түспен боялған екен. Сол асық кімге түссе, сол бала ойынды бірінші бастайды екен. Бұл қанталапай ойыны бізді қағылыққа, мергендікке, шапшаңдыққа, төзімділікке үйретеді екен. Олай болса балалар, қазақ халқы сәттілік тілегенде асығын алшысынан түссін дейді екен. Олай болса, мен де балалар сендерге асықтарын алшысынан түссін деп сәттілік тілеймін. Ойынды бастайық. Талапай, ау талапай, басталды ойын.